Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылына орай Қазақстан Республикасының Теңгелі облысы Талғар ауданында Байсерке деген үлкен атшабарда осы спорт түрін кәсіби жаттығу жасатқандардың бәсекедегі үлкен біздің осы мектебіміздің, осы облысымыздың намысын спорт және дене шынықтыру істер комитетінің төрағасы Серік азын-аулақ адал бір өзімен жар тапсын. Мұндай оңай емес. Онда дәл беру керек қой. Одан өткен кезде дәл беру Құтты болсын команда. 14-ші Қазақстан Республикасының чемпионатында бірінші орын алған үшін Ижанов Ғалымжан марапатталған Азия чемпионымыз болды. 2 дүркін Азия чемпионы, бірнеше дүркін Қазақстан Республикасының чемпионы. Спорт шеберін алып еді ғой. Қазір таңда ондай мүмкіндік жоқ. Барлық жерде дамыған. Осындай үлкен жетістікке жетіп отыр енді үкімет тарапынан қолдауда ұлттық спортымыз. Осындай бүгінгі жеңімпаздарымыздың үлкен жетістікке жетуіне ықпал етіп, соны дайындаған біздің өшеде жоғары дәрежедегі төрешілеріміз бар. Ол жаттықтырушылар. Әбілқасымов Нұржан Бекқасым. Өзімнің сіздердің аттарыңыздар, солай білу керек. Өзі төреші, өзі жаттықтырушы, өзі спортшы. Дайындала жоқ қой? Айты, жақсы өзің. Осындай жетістікке жетіп, Қазақстан Республикасының чемпионы болып келген сіздің арқаңыз. Сіздің арқаңызда Құдай қаласа басқа спорт түрлерінде Қазақстан Республикасының чемпионы болуына қаласа тілектеспіз. Ең айрықша айтарымыз үлескен көкпар жағынан Құдай қаласа сәл ақсатқан жағдайымыз бар. Құдай қаласында алда келе жатқан президент клубы бар. Сол жерде жақсы дайындықтан осы жігіттердің жолын беріп, бірінші орын алуға тілектеспіз. Биіктен көріне берсін. Рахмет. Кеше мен жоғарғы қызметтегі жауапты адамдармен сөйлескен кезде бәрі жалпы жиында бұл кісінің Құдай қаласа сол күнге жетейік. Содан кейін үйленетін шығар бұл жігіттер. Ижанов Ғалымжан, Теңгелуден спортшымын. Жарыс өте қарқынды өтті. Өте қарсыластарымыз өте мықты болды, бәрі дайындалды. Соншама індеттің арқасында біраз жарыс отмена болған еді. Осыдан кейін жарысқа бүкіл облыстар дайындалып келді. Өте мықты, қарқынды болды. Соның арасынан Аллаға шүкір жеңіп бірінші орын алдық. Басқа облыстардан Ақтөбе, Орал облысы екеуі өте қатты дайындалып келген. Солардың финалға шейін солармен барып, соларда финалда күрестік. Аллаға шүкір сол финалда бірінші орын алып, оңтүстік Қазақстан облысының, Түркістан облысының үмітін ақтап шықтық. Қанша облыс қатысты? 12 облыс қатысты. 12 облыстан, әр облыстан 2 адамнан қатысты. Сол бәрі өте қатты қарқынды дайындалған. Әр спортшының өзінің ерекше тактикасы бар. Менің есімім Сарбай Айтбек, Түркістан облысының спортшысы. Алматы облысында өткен жарыста 2-ші орын алдым. Жамбы спортынан жарыс өте тартысты өтті. Халықаралық дәрежеде өтті. Халықаралық дәрежедегі неге енді қойып жатыр қазір Жамбы спортын. Жарыс өте тартысты өтті. Басты қарсыластарымыз Тараз қаласының Жамбыл облысының спортшылары болды. Олар бізді Қазақстан құрамасында бәріміз бірге жаттығамыз. Бір-біріміздің қыр-сырымызды білеміз десек те болады. Сол біздің Түркістан облысынан 2 спортшы, ол жақтан 2 спортшы, сол 4 спортшының арасында өте жарыс қарқынды өтті. Қуаныштымыз осылай Алланың арқасында бірінші Түркістан облысы бірінші орын мен 2-ші орын алғанына. Алға енді қандай мақсат қойдыңыз? Қазіргі таңда Айкөз Ералхан Қазақстанда және әлемде бірінші орында тұр. Әлем чемпионы болып, Түркістан облысының спортшысы. Менің де сондай арманымыз бар, әлем чемпионы болып. Алға қойған мақсаттарымыз бірі сол.